Hello friends, now let's begin today's lesson. Open your book on pages 104 and 105. Қайырлы күн балалар, кітабымыздың 104-105 бетін ашамыз. Сол беттегі барлық жаттығулардың бүгін қалай дұрыс орындалу керектігін мен сіздерге жақсылап түсіндіріп беретін боламын. Ол үшін сіздер менімен бірге болыңыздар. Және де каналға тіркелуді, лайк басуды ұмытпаймыз. Now let's do exercise 26, read and match. My name is Drop. Let me tell you about my amazing journey. Менің атым Тамшы. Мен сіздерге өзімнің керемет саяхатым туралы айтып бергім келіп тұр. One day I was in the ocean. The sun was hot. I was hot too. Бір күні мен мұхитта болдым. Ол жақ өте ыстық және мен де ыстық болдым. I traveled up to the sky as water vapor. I evaporated. I joined some other drops to form a cloud. Және де ыстықтан су қатты буланғаннан кейін мен аспанға саяхатқа бардым. Және де мен де буландым. Сөйтіп басқа тамшыларға бұлт болу үшін басқа тамшыларға қосылдым. Then the wind started to blow the cloud to the mountains. I was cold. I started to condense. I turned back into a drop of water. Содан кейін қатты жел бізді бұлттарды тауға қарай жылжытты. Бұл өте ол жақта суық болды. Бұл жерде конденсация жүрді. Мен қайтадан суға айналдым. The cloud was heavy. All the drops of water started falling down into a river. This is called precipitation. Және бұлт өте ауыр болды даған, сол барлық тамшылар өзенге қарай түстік. Бұл жауын-шашын деп аталады. Then the river carried us back to the ocean. That was a great journey through the water cycle. I am ready to do it again. Содан кейін өзен бізді қайтадан мұхитқа апарды. Бұл мен үшін өте керемет, су айналымындағы өте керемет саяхат болды. Мен бұл саяхатты қайтадан басымнан кешіруге дайынмын. Балалар өте қызықты екен. Келесі сәйкестендіру жұмысын орындаймыз. When the sun shines on the sea, warm air rises and forms water vapor. This is called evaporation. The water vapor in the air changes into small drops of water. This is called condensation. The small drops of water come together and form clouds. This is called condensation. When the clouds are big and heavy, the drops of water fall as rain or snow. This is called precipitation. Балалар, дұрыс нұсқасы осылай дәптерімізге жазып аламыз. Next exercise 27. Are you good at geography? Do the quiz and find out. Сендер география сабағынан жақсысыңдар ма? Онда мына тестке жауап береміз. Дұрыс нұсқасын таңдаймыз. Балалар, сіздерге мен дұрыс нұсқасын қалдырдым. Егер де сіздерге бүгінгі сабақ ұнаса, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болса, сабаққа лайк басуды ұмытпаймыз, және де каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Каналға қазір тіркеліп қойсаңыздар, мен салған әрбір сабақты бірінші болып сіз көретін боласыз. Сол үшін әрдайым менімен бірге болыңыздар. See you next lesson. Goodbye, children.